па 33 миллион төлеп атым мен. Просто істеп атқан жоқ. 33 миллион. Сіздің осы жерде 3-ақ дүкен заңды істеп атыр. Нұртаза Исмаилов көшесіндегі бей-берекет сауданың түйіні тарқатылмай келе жатқаны 5 жылдың жүзі болды. Қалалы әкімдіктегі жиындарда да үнемі айтылып та жүр, бірақ нәтиже жоқ. Кәсіпкерлерге 2 ай бұрын басқа жерге көшіңдер деген талап қойылған. Әйтсе де билік талабын орындайтын сыңай байқалмайды. Құжаттарымыздың бәрі заңды. Қарасаңыз, мына жазылған. Қайда заңды? Право частной собственности деп жазылған. Просто бұл қазір жер біреуге керек болып жатыр да. Халық сонша демалу керек, сонда халық демалу керек та, сонда халық не үшін демалады? Егер олар жұмыссыз болса, айлық болмаса. Әу баста жер кәсіпкерлерге үй дүкен салу мақсатында берілген. Оның орнына түскен базарда техникалық қауіпсіздік жүйелері мүлдем ескерілмеген, тәртіпте жоқ. Жол бойында бей-берекет саудасын қыздырып әлек. Тәртіп бойынша құрылыс материалдары арнайы орында индустриалды аймақта сатылу керек. Ал олар әзірге осындай заңсыздықты қол көріп отыр. Прокуратура бақылау жасау керек, жаңағы мынау заңды бұзған азаматтардың үстінен. Бақылау жасау керек, мынау жаңағы біздің полицияның жұмыс істемей жатқандығының бәрін. Бірақ оның бәрі бақылау бұл жерде мен көріп тұрған жоқпын. 2 ай бұрын уәде берген, міне қазірге дейін бүгінгі күнге дейін ештеме жасалмаған. Қазір алып кетіп, артынша жаңа металл алып кеп тастайды. Сонда кімге төлеп жатыр? Кім бұны крышует? Облыстық мәслихат депутаты Өмірзақ Мелдеханов мұны тәртіпке келдіре алмаса, билік басшыларына сын екенін айтты. Заңды бұздырмайтын ең алдымен құқық қорғау органдарының қызметкерлері. Егер де осы жерде заң талап етсе, басқа ештеңе талап етпесін. Осы жерде заң талап етсе, бұл жерде ешқандай қимыл болмайды. Тап-таза болады, осы жердің барлығы жойылатын еді. Қалған жағынан біз тоқтатпаймыз. Бәрібір осы 1 айдың көлемінде біз осы жұмысты тоқтатамыз деп сенімдемін. Айналып келгенде Нұртаза Исмаилов көшесіндегі темір базарының орнынан табылмай тұрғанына тәртіп сақшылары кінәлі болып шықты. Ал саудасы үшін тиісті салығын төлеп тұрған кәсіпкерлерге тиісті рұқсатты кім беріп отыр деген сұрақ тасада қалды. Қала басшылығы 1 айдың көлемінде осы сауданы тоқтатуға белсене кіріспек. Тағыбай Қасым, Ерлан Бексейіт, Пернебек Кенжебаев, Нар Ньюс.